Гыпша. Бұрынғы заманда әлемге аты шыққан бір дәулетті патша болыпты. Оның жан дегенде үйден бөген жалғыз ұлы болған екен. Бір күні патшаға ой түседі. Жалғыз ұл болса мынау, байлықтан, патшалықтан дүниеге атым шығып болды. Енді балама жер көрсетіп, ел көрсетіп, дүниені аралатып, бағын ашайын. Ол үшін алдымен бір пысық жігіт табайын. Өз елімде жоқ, адамзат естіп көрмеген қымбат бағалы дүние, мүлік жиып, даңқымды бұдан әрі асырайын. Патша жүзердің құны тұратын ақша шығарып, баласына беріп, жанын әлгі пысық жігітті қосып, дүниенің бір шетіндегі өзінен де кең ат шыққан бір патшаның еліне екеуін аттандырады. Олар ай жүріп, жыл жүріп, көңілдерін алған қалаға жеткен екен. Қаладан бір үй жалдап алады. Патшаның рұқсатын алған соң, адамзат көрмеген бағалы заттарды сатып ала береді. Бір күні екеуі ақылдаса келіп, ақшамыз қисапсыз көп, мұндай бұйымдарды ала берсек, кейін алып қайтуымыздың өзі күш болады. Сондықтан өз ақшамды, өзі қымбат тұратын бұйымды ғана алайық деседі. Бұлар осы оймен көш аралайды. Сақ түйек бұйым сатып отырған ақсақалды шалмен сөйлесіп қалады. Қарияға өздерінің жөнін айтып әңгімелесіп отырады да: сіз көп жасаған адам екенсіз. Осы қаланың жай жапсарын әбден білетін адам көрінесіз. Естуіңізше, сіз білетін тағы қандай қымбат бағалы нәрсе бар деп сұрайды. Қанша ақшаларың бар деп сұрайды. Ақшамыз баршылық, қымбат бағалы бұйым тауып берсеңіз болған дейді екі жігіт. Сонда шал дүкенінде тұрған 7 құлып салынған бір ұзын сандықты көрсетіп: мына сандықты алыңдар, мұның бағасы да сендердің сусындарыңды қандырады депті. Бұл не нәрсе? Бұл аса құпия нәрсе. Алсаңдар, елдерің апарып патшаларыңның алдында бірақ ашыңдар, алмасаңдар тұра береді. Мұны албаты адам бағасына шыдап ала алмайды. Егер патшаларың наразы болып жатса, қайтып алып келіңдер. Ақшаларыңды бір тиын кемітпей қайтарып беремін. Бұл жөнінде куәлік жазып, өз патшамның мөрін басып беруге де шыдаймын дейді қария. Бағасы қанша тұрады? Қария есебін көрсете келіп: өз ақшаларың қанша дейді. Екі жігіттің алғаш алып шыққан ақшасының үстіне екеу киген киімін қосқанда, сандықтың бағасына сонда жеткенде екен. Ақылдасып көрейік деп екі жігіт жатқан орындарына қайтып келеді. Екеуі бір ай ақылдасады. Ақырында пәлен патшаның баласы тағы бір патшаның қаласынан бір құпия сандыққа ақшалары жетпей қайтып келіпті деген жаманат қалдырмай, не де болса алайық деген ойға келіп, баяғы жерге келеді. Сандықта алатындығын, ол үшін бұрын сатып алған нәрселерін қайта сатпаса, ақшалары жетпейтіндігін айтады. Жарайды. Сатып алған нәрселеріңнің бағасын кемітпей алайын, және киімдеріңді алмай-ақ қояйын. Тіпті оған қоса, елдеріңе жеткенше тарықпайтын ақша да берейін, сандықты алатын болсаңдар, міне дейді қария. Екі жігіт нар тәуекелге басып сандықты сатып алып елдеріне қайтады. Жолда апта жүреді, ай жүреді. Жол басқанда михнат тартып, қала тауып дем алғанда рахатқа кенеліп жүріп отырады. Бір күні жолшыбай патшаның баласына ауқастанып қалады. Бір қалаға жетіп, тұратын үй майлап алып, 3 күннен кейін қайтыс болады. Пысық жігіт патшаның баласын жерлеп, зиратының басына мұнара орнатып, ат жөнін жаздырып, сандықты еліне алып кетеді.
Пысық жігіттің қайғы жүгі ауырлайды, жол азабы арта береді. Бір күні жолшыбай ен далада сыңсыған қалың орманы бар,ылдыраған мөлдір бұлақтың бойына түсіп, дем алып отырып ауыр ойға батады жігіт. Елге жақын келдім, патшаның жалғыз ұлы өлді. Жүзердің құнын беріп жалғыз сандыға келе жатырмын. Патшаға болған істі түгел айтармын. Сонда патша маған сенер ме? Сенбесе басымдалар. Бір тиын ақшасын жегемін жоқ. Өзі жұмсады. Болған істі айтып, анықтама қағазды алдына жайып салсам, сенбегенде қайтет деген ойға тиянақтайды. Десе де жанымда айғақ болатын жан болмағаннан кейін, сандықтың аузын ашып, ішіндегісін көріп, көңілімді тындырып апарсам болмай ма? Мұны патша біліп жатқан жоқ. Нар тәуекел, бақ пен сордың бірі болар дейді. Жеті құлыпты ашып қараса, үлде мен бүлдегі бөленген ай мен күндей бір сұлу қыз бетін ашып қайта жаба қояды. Қош мырза, серттен тайдың, әкем жолшыбай көрмей, патшаның алдында бірақ ашыңдар деп аттандырып еді. Қайыр болар іс болды. Енді абыржымай, мені жақын маңдағы бір қалаға апарып үймайда бол. Бірер жеті демалайық, ақыл құрайық. Шамаң жетті шартты бұзбауға тиіседің. Менің атым Ғыпша. Енді мені адам баласына көрсетуші болма дейді. Пысық жігіт басы қатып, ойы он бөлек болып жүріп бір қалаға келеді. Әр мықты, әр көркем бір үй майлап алып жатып тұрады. Бір күні жігіт Ғыпшаға ақшаның таусылғанын айтады. Ғыпша бір кепеш беріп, осы кепешті базар аралады. Бағасы 1000 ділда, бір тиын артық якен ділдаға сатпа дейді. Жігіт мақұл деп базарға алып шығады. Сөйтсе де іштей, мұнысын кім алады? Құдай менің басыма бір ашылмас тұман түсірді ғой деп, нәумез болып келе жатады. Кепешті көрген адамның бәрі алмақшы болып жабысады, бірақ бағасына еш қайсысы шыдамайды. Бір кезде осы қаланың патшасының жалғыз ұлы кезігіп қалады. Ол кепешті көрген жерден мен аламын дейді. Жігітті үйіне ертіп келіп, 1000 ділданы санап береді. Жігітті жолға салып, кепешті әкесіне алып келеді. Әке, мен бүгін мұна кепешті сатып алдым. Мұны қандай адам тікті екен? Бұл адам баласы болса, не деген шебер жан? Менің бір талабым бар, осын тіккен шеберді көзіме бір көрсетсеңіз, үлкен бір арманнан шығар едім дейді бала. Патша әр ойланып, бер ойланып отырады да, қаласында сыннан өтіп жүрген бір мыстан кемпірді шақырып алдырып, 3 күн ішінде осы кепешті тіккен адамды табасың, таппасаң басыңды аламын деп бұйрық шығарады. Атқарамын тақсыр деп уәде берген мыстан алдымен жігітті табады. Оның қолындағы кілтті түсіру үшін патшамен ақылдасып, жігітті күндіз қонаққа шақырады. Шарап беріп оның басын айналдырып тастайды да, кілтті дереу шайырға басып таңбасын түсіріп алады. Артынан ұстаға дәл сондай 7 кілтті жасатып үлгереді. Пасақ жігіт 1000 ділданың саудасымен базарда жүрген кезінде мыстан патшаға келеді. Тақсыр патшам, кепешті тіккен адамды таптым. Ол өзіңізден 3 есе үлкен патшаның сапар шеккен аманаты. Балаңызды маған түсте ертіп беріңіз. Балаңыз кепешті тіккен адамды көріп қана қайтатын болса, сөзіңіз бойынша орындап беремін. Егер көргеннен кейін басқаша ойда болатын болса, балаңыз да, мен де сол жерде құраймыз. Өзіңіз бірін таңдаңыз дейді. Патша баласын шақырып алып оған мән жайды ұғындырады. Бір көрсем болды, басқалай талабым жоқ деп шартты бұзбауға серт береді. Келісім бойынша мыстан кемпір баланы ертіп, Ғыпша мен жігіт тұратын үйдің есігін жасаған кілтпен ашады. 7 құлыпты белгісі бойынша бірден ашып, қызды көрсетеді. Қыз байқаусызда бір көрініп, бетін жауып ала қояды. Бала көрген жерден талып қалады. Мыстан кемпір су бүркіп баланы есіне келтірген соң қайтайық десе, жоқ, жақсы көре алмай қалдым.
Қайта бір көрейін деп отырып алады. Мыстан амалсыздан тағы бір көрсетеді. Қыз бетін ашпай қояды. Бала өзі барып, зорлап қыздың бетін ашып, қолынан ұстап алады. Мен осы қызды аламын, алмасам осы жерде өлемін деп жатып алады. Сен уәдеден тайдың, екеуміз де осы жерде өлеміз, алдымен сені өлтіремін дейді Мыстан. Қыпша үндемей отыра береді. Амалы құрыған Мыстан: сен бетіңді жауып, бізбен еріп жүр, мен патшаға барып айтып, қайтадан өзім әкеліп қояйын дейді Қыпшаға. Сонымен Қыпшаның бетін бір көп ертіп алады да, сандыққа 7 құлыпты салып, сарайдың есігін бекітіп кетіп қалады. Мыстан патшаға барып: балаң серттен тайды, аманатқа қиянат жасады, кепешті тіккен баланы алып келдім, тезірек рұқсат етіңіз, кепеш тігушіні орнына апарып қояйын дейді. Патша баласына қаншалық әкелік етсе де бір ауыз сөзін өткізе алмаған соң өзі Қыпшаны көреді де, патшаның өзі есінен тана жаздайды. Серттен өзі де тайып, қызды енді жібермеуді бұйырады. Мыстан шарасыз қалады. Енді сауда істеп базарға кеткен жігітке оралайық. Жігіт әдетінше сарайға кіреді, базардан әкелген нәрселерін Қыпшаға бермекші болып сандықты ашса, сандық бос тұр. Қордың қыз деген осы екен. Барлық құлып салулы тұрса, әдеттегі адам шығалама. Біздің серттен тайғанымызды көрген соң жаратпай ұшып кеткен ғой. Енді қубасым қалғаны осы деп қиялданып, қала мен даланы кезіп кете барады. Бет алды сандалып, ғарып қалге түседі. Жігіт осылайша қаңғи берсін. Енді Қыпшаға оралайық. Патшаның баласы Қыпшаны алмақ болады. Басында патшаның өзінің де Қыпшаға көңіл түскен болса да, ақыры қыздың емеуіне қарап, өзінің кәрілігін сезіп ниетінен қайтады. Қыпшаны баласына алып бермек болады. Қыпша патшаның баласына бару үшін бірнеше шартты тілек қояды. Алдымен мен алу үшін 30 күн ойын, 40 күн тойымды жасап, нақ 70 күн өткен соң 71-ші күні некемді қиғыз. Онан қалса 70 күн өткенше менің зерігіп қалмауым үшін үлкен алаң жасат. Оның ортасына алтын діңгек орнат. Сол алаңда алтын діңгектің түбінде айтыс, ойын, алуан күрес сияқты сан алуан тамаша болу керек. Мен сарайдың төбесінде отырып көріп, көңілімді ашып отырайын дейді. Бұл оңай шарт екен, бәрін орындайын. Қуатым жетеді деп патша қуанып елін жиып алаңын жасатады. Қыпшаның төбеден қарап отыруына арнап алтын сарай салдырып 30 күн ойынды бастаған екен. Ойынға ел арасы, хан қарасы, білгіш, шешен, шежіре, палуан, әнші, күйші түгел жиналыпты. Салтанат асып, көңілі тасып, патша 69 күнді өткізеді. 70-ші күні Қыпша төбеде қарап отырып, алтын діңгектің түбінде бір қайыршының тұрғанын көреді. Бажайлап қарап отырып, оның баяғыда өзін әкеле жатқан жігіт екенін таниды. Қыпша дереу бір хат жазып, оны нанның ішіне тығады да, мына нанды алтын діңгектің түбіндегі қайыршыға бер, мен осы жерден қарап отырамын деп бір баланы жұмсайды. Хатта былай деп жазады: сен қайда жүрсің? Менің хал жайымды біліп жүрген боларсың. Ертең патшаның баласы мені некелеп алады. Мен шарасызбын. Бүгіннен қалсаң, мен саған мүлдем жоқпын. Сен бүгін түні осы алаңның бас жағындағы ақ үйдің түбіне кел. Мен 3 арғымақ дайындаймын. Екеуміз екеуіне мінеміз де, бірін қосарға алып қашамыз. Осы хатты алған соң тез қамдан. Қыпша. Қайыршы нанды алады да, қаланың шетіндегі бір бұлақтың басына тартады. Бұлақ басында дем алып біраз ұйықтайды. Соң нанды жей бастайды. Жеп отырған нанның ішінен қағаз қолына түседі. Ашып оқса, Қыпшаның жазған сәлем хат екен. Нанның қалған жеуге тағат қылмай, абың-күбің қалаға қарай жүгіреді. Бірақ күн түн болып кетеді де, уәде қылған жерден адасып бет алды қаланы кезумен болады. Қыпша уәделі жерге
үш арғымақты ерттеп дайындап байлап қойып қайта келіп қарап қояды. Уақыт ұзай береді. Қыпша мазасыздана береді. Түн ортасы ауа бергенде келіп қараса, байлаулы аттардың жанында екі адам ұйықтап жатады. Түн қараңғы болғандықтан оның кім екенін Қыпша тани алмайды. Сорлы бейшара бұл жерді адасып тауып алмаған соң, бірер адам тауып, соған бастатып келген болса керек деп ойлаған Қыпша екі адамды оятады. Ол екеуі оянады да, қалтырап дүрілдеп қорқып кетеді. «Жә, тез қамданыңдар, таң атайын деп қалды. Тез кетпесек, қолды боламыз» дейді Қыпша. Қорқып тұрған екі адам бұйрықта ат қаруға ғана шамасы келеді. Үшеуі үш атқа мінеді. «Сендер жердің сырын білесіңдер, шығыс жаққа енге тартыңдар» дейді. Түн іші үш қашқын қаладан шығып кетеді. Олар кете тұрсын. Енді екі жігіттің мән жайына келейік. Екі жігіт шығаннан шыққан жаған кеспе ұры екен. Осы түні патшаның қазынасына ұрлыққа кіріп, там тесіп қазынаға енді қолы жеткенде, шаршап сілесі қатып демалуға отырған беті ұйықтап қалған екен. Шошынған екі ұры жандарына біреу келіп жүріңдер деген соң алдыға түсіп кете барады. Жолшыбай екеуі өзі еркек шора патшаның жалғыз қызы бар деуші еді. Ер жеткен соң әкемнің бетіне шіркеу келтірмей, қарамды көрсетпей жоғалайын деп қашып шыққан сол екен ғой. Енді бұл екеуміздің қайсымызға тиер екен деп дәмеленіп, енге тарта береді. Енді Қыпшаның қатын тапсырып алған қайыршыға келейік. Ол ес кетіп, жан шығарға таянғанда уәделі жерді табады. Ат байлаған жерге келсе, тесілген тамды көреді. Жерді жер ошақтай қылып қазып кеткен үш арғымақтың ізін көреді. Таң атып келеді. Қырсық шалған сорлы жігіт кінәні өз мойнына артып, Қыпша күдер үзіп басқа біреумен қашып кеткен көрінеді. Не де болса, осының ізіне түсейін. Өлсем соның жолында өлейін деп бекитті, арғымақтардың ізімен қуып жөнеледі. Ол енді үш арғымақтың ізімен кете тұрсын. Үш қашқын қаладан шығып кетеді, таң атады. Екі жігіт бұл қайсымызға тиер екен шіркін деп бірінен бір қызғанып ой соқты болады. Екеуі де жат кісі болғанға бармағын тістеп өкініп Қыпша келеді. Ал жігіттер, таяу жерде демалатын жайлы орын бар ма деп сұрайды Қыпша. Түске шейін жүрсек, бір қалың орманға жетеміз. Осы түске шейінгі жүрісте әдеттегі тұлпардың 3 күндік жолын басамыз. Мына үш арғымақты біз әбден танимыз. Біздің түске шейінгі жүрісімізді қуғыншы 3 күнсіз баса алмайды дейді жігіттің бірі. Күн түс болғанда бұлар саялы орманға жетіп, дарқырап ағып жатқан бір бастаудың басына келіп түседі. Қыз биік бір шоқыға шығып, көп жердің жағдайын сұрап ұғысады. Қалай жүрсе қай жерге баратынын, қай жерде қайсы патшаның бар екенін сұрап біледі. «Жә, екі жігіт, мені танисыңдар ма?» дейді Қыпша. «Танимыз» дейді екі жігіт жарыса. «Сіз біздің патшамыздың еркек шора өскен жалғыз қызы, мына үш арғымақ, әжеңіздің арғымағы. Сендер қазынаның бұрышын неге тестіңдер? Біз ұрымыз, қазынаны ұрлауға тестік. Екеуің шындарыңды айтыңдар. Бұдан былай үшеуміз бірге өмір өткіземіз. Сендерді мұратқа жеткіземін. Атты жақсылап тынықтырыңдар. Мен шай қайнатайын деп, адам көрмеген шағын бір ыдысқа су құйып, тас ошақ жасап шай қайнатады. Өзі біраз ішеді, екі кішкене ыдысқа екі орта шай құйып, суға құйып суытып екі жігіт кешкізеді. Сендер демалып тұрыңдар, мен оңаша жерге барып басымды жуып, шашымды тарап алайын деп кетіп қалады. Екі жігіт дәріс алған шайға мас болып, өлі мен тірінің арасында өкпесі жығырлап ұйықтай береді. Қыз киіммен жүрсем маған қатер бар сияқты деп ойлаған қыз, бір жігіттің киімін киіп, екі жігіт күн көрсін деп бір арғымақта мықтап байлап, өзі бір арғымақты мініп, бірін қосарға алып, келе жатқан бет алыспен, яғни екі жігіттен сұрап ұғысқан жақпен тартып береді.
Екі жігіт есін жиып басын көтерсе, енді жатыр, қыз жоқ, бір арғымақ байлау тұр. Екеуі ақылдасады да, бір арғымаққа мінгесе салып, қыздың ізімен олар да келеді. Қыз ертеңінде, күн еңкейген кезде бір қаланың шетіне келеді. Қаланың маңы апыр-топыр ат сабылтып, аспандағы бір ақ құсқа қарап, шапқылап жүрген ел. Бір кезде әлгі ақ құс қыздың басына келіп қона қалады. Олақ екен, қалың адам еркек киімін киген әлгі қызды қоршай тұра қалады. Онымен қоймай аттан көтеріп алып, жібек кілемге отырғызады. Жығыла жабысып жатыр, шұрқырап жыласып жатыр. Патшамыз табылды деп сүйінші сұрасып жатыр. Бір заманда қызды қалаға алып кіреді. Еш нәрседен хабарсыз Қыпша бұған таңданып, бұл не қылық дейді. Жөн білсей, мен алыс жолдан келе жатқан жолаушымын. Қалың топтың арасынан бір адам суырыла шығып, біздің патшамыз осы қаланы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып неше жүз жыл сұраған екен. Біздің осы патшамыз 40 жыл сұраған екен. Сол патшамыз қайтыс болар алдында жұртын жиып былай деп өсиет айтты. Мен өлген соң сендер патшалыққа қаласыңдар. Менің арнайы бағып келе жатқан бақыт деген құсым бар. Мені жерлегеннен кейін үшінші күні маған бағынышты халық түгел жиналсын. Сонан соң осы бақыт құсымды аспанға ұшырып жіберіңдер. Бақыт құсым кімнің басына келіп қонса, сол менің орныма патша болсын. Сол патшамыздың қайтыс болғанына бүгін үшінші күн. Патшамыздың өсиеті бойынша осы бақыт құсын таңертең ұшырғамыз. Ат сабылтып жүргеніміз содан. Таңертеңнен бері ешбіріміздің басымызға қонбады. Өлдім талдым дегенде міне сіздің басыңызға қонып отыр. Сондықтан сіз патша болмай, кім патша болмақ? Төрелігін өзіңіз айтыңызшы депті. Бұл сөйлеп тұрған үлкен патшаның серігі бас уәзірі Уәйіс деген кісі екен. Қыпша еш нәрсе дей алмай қалады. Ақыры патша болады. Сол шәріге. Өзі келген сұлу жігіт қаланың патша сарайында 40 жерден қорғаушы қойып жата береді. Бірнеше күн өткеннен кейін Қыпша бас уәзірге былай дейді. Патшалыққа қарасты бір адам шақырып беріңіз. Ол тәжірибелі, ең сенімді, инабатты кісі болсын. Мен бір сурет тарттырмақпын. Уәзір айтқан не кетпей бір қарт суретшіні әкеліп таныстырады. Қыпша суретшімен жай әңгімелесіп отырып. Мен қазір қыз болып киінемін. Мені жақсылап суретке тарт. Бірнеше нұсқа қылып, үлкейтіп, ғуып шық. Оларды адам көп жиылатын жерге, жол тораптарына бірден жапсыр. Одан соң бұл істі екеуміз ғана білеміз. Ешбір жанға айтушы болмайсың. Егер айта қалсаң табанда басың алынады деп бұйырады. Суретші мақұл деп іске кіріседі. Қыпша бас уәзірді екінші рет тағы шақырып алып былай дейді. Қаланың бірнеше жеріне бір қыздың үлкейтілген суреті жапсырылды. Сіз әр суреттің жанына 2-ден күзетші қойыңыз. Олардың міндеттері мынау болады. Бірінші, осы суретке қарап күлген адамды, екінші, таңданған адамды, үшінші, жылаған адамды дереу ұстап маған әкелу шарт. Сурет жақсы тартылып, үлкейтіліп жуылады. 100 жерге жапсырылып, 200 күзетші қойылады. Бірінші күні бір жігіт таңертең келіп еді, суретке қарап, жағын таянып әлі отыр деген хабар келді. Екінші күні жолаушы келе жатқан 2 жігіт екен. Жол үстіндегі суретті көрді де, таңырқап аттарын байлап қойып әңгімелесіп отыр деген хабар келді. Дереу әкеліп түрмеге жабыңдар деп бұйырды Қыпша. Үшінші күні бір қайыршы келіп, суретке қарап жылап отыр деген хабар келді. Дереу түрмеге жабылсын деп бұйырады Қыпша. Артынан Қыпша бетін жұқа нәрсемен жауып алып, түрмеге жабылған адамдарды бірден қарап шығады. Ал түрмедегілер бұл адамның кім екенінен хабарсыз қала береді. Соң Қыпша барлық уәзірін, игі жақсыларын шақыртып алады да.
Бақыт құсын аспанға ұшырған күні жиналған халық ертең түгел жиналсын. Онан сырт қалған адамдар болса, олар да қалмасын. Үлкен жиын болады. Жаңа патшамыз халықпен танысады, уағы сөйлейді деп хабарлаңдар дейді. Уақыт болған кезде Қыпша әуелгі өз киімін киіп, халық жиналған майданға баруға дайындалады. Уәзірлер, игі жақсылар оны жібек кілемге салып көтеріп әкеліп таққа отырғызады. Қыпша басынан кешкен уақиғасын баяндайды, өзін халыққа түгел таныстырады, өзінің қыз екенін айтады. Түрмедегілердің бәрін шақыртып, оларды халыққа бірден таныстырады. Мынау дейді Қыпша, мыстан кемпірге жарлық түсіріп, зорлықпен мені алмақшы болып, 30 күн ойын, 40 күн тойын жасатты. Некелеп алуына бір күн қалғанда мен жаңылып мына екі ұрының қолына түстім. Мен зорлап аламын деген патша баласынан бұдан бұлай жолсыздық істемеу жайлы тілхат алып, өз еліне ескертіп хабарлау керек. Ал патшаның қазынасына ұрлыққа түсіп, там тескен мына екі ұрының екі кішкене саусағын бір буынынан кесіп, денесіне таңба басып, еліне жариялау керек. Мына қайыршы маған елі кетіп келе жатқан адам. Біз екі жолаушымыз. Жоғарда көп шырғалаңның кесірінен мына жігіт осы халге түскен. Қалай қылайық көрсе, бізді босатып жолға салсын. Егер патшаларыңыздың өсиеті бойынша жібермейміз десе, онда маған елі кетіп келе жатқан жігіт патша болсын. Мен мұның жәрдемшісі болайын. Халықтың талабы бойынша қайыршы жігіт патша, Қыпша жәрдемші болады. Бір жылдан соң қайыршы жігіт өзінің әуелгі патшасына барып, мән жайды баяндап, оның қайтыс болған баласын естіртпек болады. 100 ердің құнына келген Қыпшаны көрсетпек болады. Патша, Қыпша, уәзірлер кеңесе келіп, бұл хабарды естіген соң, ол патша бітімге оңай оспақ келе қоймайды. Алдын ала дайындық болу керек десетті, 80 мың әскер алып жолға шығады. Әскерді қаладан алыс бір жерге орналастырады да, қайыршы патша мен Қыпша патшаға барады. Қайыршы патша өз патшасымен көрісіп амандасып, қанша уақыт жол жүргенін, қайсы қалаға барған, қанша нәрсе алған түгел баяндай келіп, балаңыз жүгі ауыр болып, оны алып жүре алмай, Багдад шәрінде қалды. Мынау келініңіз Қыпша, өзіңізден мәртебесі әлдеқайда жоғары бір патша жалғыз қызын берді. Сапарымыз сәтті болды. Дегенімен азырақ көңілсіздік те болды. Бара жатқан жолымызда ақшамыздың жартысын, яғни 50 ердің құнын ұнатып алдық дейді. Мен балама қатын таба алмаппын ба? 50 ердің құнының орны қайтып толмаған деп патша жатып кеп құлан тұтады. Мен баламның да, сенің де, мына ертіп келгеніңнің де елді жинап басын аламын, дарғасып өлтіремін. Бар қазынадан айырылып, досқа күлкі, дұшпанға таба бола алмаймын. Патша барлық уәзірін, шабармандарын жан-жаққа шаптырып, елге хабар жарлық шашып, алыстағы әскерлерін қалаға жинай бастайды. Осы кезде қайыршы патша дайындап қойған 80 мың әскер қалаға бір-ақ басып кіріп, патшаның басын алады. Оның бұрынғы жолын өзгертіп, бұл қаланы да қайыршы патшаның қаласына қосады. Қайыршы патша мен Қыпша жақсы өмір өткізіпті.